Саламатсыздар ма балалар? Біз бүгін 6-шы жаттығуды шығарамыз. Бірінші есебі берілгені. Жер күнді айналу жиілігі қандай дейді. Берілгені. Жазып қойдық. Так. Бізде Т тең 1 жыл, периоды. 1 жылда бізде қанша сағат бар? 8640 сағат. Табу керек жиілік. Шешуі. Жердің күнді айналуын бір қалыпты деп есептейміз, және ол белгілі бір уақыт аралығында өзінің бастапқы орнына қайтып оралып отыратындықтан айналу жиілігін мына формуламен табамыз. Нью тең 1 бөлінген Т, яғни 1-ді периодқа бөлеміз. 1-ді бөлеміз 8640-қа. Бізде шығады 1,2 көбейтілген оның -4 дәрежесі сағат. Неге біз жиілігін анықтадық? Келесі бізде екінші есеп. Берілгені. Бұлай дейді, сағат тілінің айналуының бұрыштық жылдамдығы үлкен бе, әлде жердің айналуының бұрыштық жылдамдығы үлкен бе дейді. Енді бізде шешуі қисық сызықты қозғалыстың бұрыштық жылдамдығын есептеу формуласын мен есептейміз. Омегасы тең пи бөлінген Т. 3,14. Так, оны бөлеміз біз 21600 секундқа. Сонда бізде радиан бөлінген секунд шығады. Енді жердікін есептейік. Бұрыштық жылдамдығын пи бөлінген 4 қой, Т ғой. Сонда 3,14 бөлеміз 43200-ге тең 0,0072 радиан бөлінген секунд. Екеуін салыстырамыз. Екі. Демек, жердің бұрыштық жылдамдығы 2 есе артық. Жердің бұрыштық жылдамдығы 2 есе артық деген сөз. Келесі бізде үшінші есеп. Бізге сағаттың, секундтың және минуттың тілдерінің айналуының бұрыштық жылдамдығын табыңдар дейді. Оны да алдыңғы формуланы пайдаланып тапсақ болады. Келесі бізде төртінші есеп. Берілгені. Бізге радиус берілген 50 метр. Радиус берілген 50 метр.
т тең 10 секунд. Және бізде бұрылу бұрышы берілген 1,57 радиан. Табу керек бізге жылдамдықты және жүрген жолын. Енді шешуі. Радиус R шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығы бізде V тең омега R. Осы жерден омега фи бөлінген Т деген формуласы бар, иә. Бірінші формулаға екінші формуланы қойып, жылдамдығын есептейміз. V тең фи бөлінген Т көбейтілген R тең 1,57 бөлінген 10 көбейтеміз 50-ге тең 7,85 метр бөлінген секунд. Енді S тең V көбейтілген Т ғой. Осыдан 7,85-ті біз көбейтеміз 10-ға. Сол кезде бізде шығады 78,15 метр. Неге біз жылдамдығы мен орын ауыстыруын анықтап алдық. Келесі 5-ші есепте. 5-ші есепте былай дейді. Бізге берілгені период тең 10 секунд. Және уақыт берілген 10 секунд. Табу керек бұрыштық. Бұрылу бұрышын есептеңдер дейді. Шешуі. Так, шеңбер бойымен қозғалған дененің бұрылу бұрышы 2π ғой. Себебі период пен уақыт өзара тең. Ал бұрыштық жылдамдығын біз мына формуланы анықтаймыз. Бөлінген фи бөлінген Т-мен. Енді фи тең 2π болса, ол дегеніміз 2 көбейтілген 3,14, 6,28 радиан. Енді осы жерден бұрыштық жылдамдық тең болады. 6,28-ті біз бөлеміз 10-ға. Сонда бізде шығады 0,628 радиан. Келесі бізде 6-шы есеп. 6-шы есеп берілгені былай дейді. Бізге берілген радиусы 10 сантиметр. 10 сантиметріңіз біздің 0,1 метр болады. Так, уақыт берілген 0,2 секунд. Табу керек оны. Енді қайрақтың жылдамдығын мына формуламен есептейміз. Шешуі. V тең 2π RN бөлінген Т. 2-ні көбейтеміз 3,14-ге, көбейтеміз 1-ге. Бөлеміз 0,2-ге. Тең болады 3,1 метр бөлінген секунд. Яғни бізде айналу осінен ең қашық нүктелердің жылдамдығын табыңдар деген. Келесі бізде 7-ші есеп. 7-ші есепте былай дейді. Егер автокөліктің радиусы 30 сантиметр доңғалағы 1 секунд ішінде 10 айналым жасайтын болса, дейді, оның қозғалу жылдамдығы қандай дейді. Бізге R берілген 30 сантиметр тең 0,3 метр. Т берілген 1 секунд. N тең 1-ге тең. Табу керек бізге жылдамдығын. Автокөліктің қозғалу жылдамдығы бізде V тең 2π RN бөлінген Т. Енді осы қозғалыс формуласын салып есептейміз. 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген 0,3 көбейтілген 1. Так, осыны бөлеміз уақытқа 1 секундқа.
барлығын есептеп бөлсек бізде 1,84 метр бөлінген секунд шығады. Мінекей біздің 6-шы жаттығу есептеріміз де бітті.